Сәлем баршаңызға. Біздің ауылдағы бірінші күн осылай басталды. Доброе утро деп. Содан осылай далаға шықты. Қуаныш атасына жабысып алды. Күтір деп. Алдын бір жақсы осылай далада жүрген жақсы. Қуаныш далада жүрген жақсы көреді. Содан кейін мамам бәріміз жиналып Зайсан жаққа кеттік. Жел соға бастады, сонда да жолға шықтық. Қақпаны жауып, самообслуживание жасап, өзіміз шығып кеттік. Бірінші күні біз нағашылардың үйлеріне қонаққа барып отырдық. Бұл бірінші, таныс қойыңыздар. Мамамның Айнұр деген сестренкасы болады. Осы үйді қуанышымна мысықтары да берді қолып, айту ойнап қалды. Содан біраз отырып, Жадыра деген менің апайкама келді. Бұл үйде мысық бар екен. Бұл мысық енді қуанышпын естіп, мұжып, содан бұл мысық қашып кетті. Содан кейін мамам туған апайын қамалды енді. Апайдың үйіне келді, ең соңында тамақ ішіп айтып мүйтіп, соны істіп кеш бат кеттім. Бұтар бізге сәлемдемелерін беріп, соны қайттық алға.